Ассалаумағалейкум жігіттер, достар. Қалайсыздар, амансыздар ма? Мынау біздің Ақжайық. Өткендегі салқындықтарда қақшиып қатып қалды. Қататын уақыты болды. Қыстың алғашқы айы, желтоқсанның ортасына келдік. 30 сантиметр, 40 сантиметр қалың мұз бар. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики, гости канала. Вот у нас замерзшая река Урал. Когда-то здесь был полон водой. Вот это здесь был дно нашей реки. Вот. Уже прошло 15-20 лет. Воды весной почти не прибывает. Слишком мало. Вот. С каждым годом все хуже становится. Да. Мына мен келатқаным қазір заманында кәдімгі жайықтың табаны. Осы жердің барлығында су болды. Мынау үлкен каса еді. Касаның ар жақ басы ары қарай жатқан, жылдан жылға жиеленіп, бері қарай шапшаған каса болып қалды. Анау тұрған үлкен каса қан ортадағы, ол бұрын жоқ еді. Қазір нен каса болып сөйден шықты. Вот. Здесь был большой остров, коса. Но она тоже с годом на год меньше становится. Ну, друзья, как у вас там дела? Каких новостей? Вышла за жеребцом, но его нету. Не смог найти. Анау қағанның артынан шығып едім ғой, полторашка. Баламның тайының артынан. Жүрген жерінде жоқ. Сосын бері қарай су іздеп суатқа қарай кетіп қалдым ма деп, бұл жақта да келіп қараған, бұл жақта да жоқ екен. Енді қолға ұстауға тура келетін сияқты. Болмаса осы айналадағы нелермен жайлап қарап қойып, жайық жағасынан суат ойып, осы маңнан ұстап шығарамыз. Негізі қауіп ертең мынау қар жауғаннан кейін мұздың бетімен арғы беткейде өтіп кетуі мүмкін. Көреміз енді бұйырған осындай жағдай. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер, достар. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки.